Иә, қадірменді қазақ елі. Жаңа бір видеода жұмақ туралы айтып едім. Енді оның кері несі тозақ туралы видео жазайын деп отырмын. Мынау әлгі тәңіршілер айтқандай, қазақ, капай, ақ деген секілді ябмайтын болса, ару ол ақ деген секілді, оның барлығы словоблудие дейді. Олай болатын болса, тоз да ақ, тозақ. Ар ақ, сонда арың ақ па? Шөлде тозақ сонда жаңағы жақсылық па? Ондай мияларында ашқан адамдарға көп сене бермеңдер. Тозақ деген ол кей адамдар үшін міндетті түрде болатын Алланың жазасы. Соңғы жерде мысалы үшін мұсылман әлемінде Мұхаммед айтты деп тағы да Мұхаммедке жалға жабатын бір хадис бар. Онда адамның бәрі туғанда мұсылман болып туады, бірақ оны христиан я басқа дінге енгізетін ата-анасы деген сөз. Жоқ, олай емес. Біз дейді Құранда, тозақ үшін көптеген жындар мен адамдарды жараттық дейді. Көріп тұрсыздар ма? Демек, туғаннан тозақ үшін туған адамдар бар. Оларға сөз етпейді. Оларда ешқандай адами қасиет болмайды. Былайша айтқанда, жынданған көттен жын ұрған бала туады. Сондай балалар болады. Ондай адамдар араларында жүреді. Сендер соларға еліктеп кейде бір бейберекет қылық жасап, бейберекет жұмыс істейсіңдер. Олардың міндеті сендерді жұмақ тозаққа бірге алып кету. Ұрсаң таяқ өтпейді, айтсаң сөз етпейтін, тұқымынан, тегінен тозақ үшін жаралған адамдар бар. Неге? Өйткені Алла тағала уәде берген. Мен тозақты жындармен, адамдармен толтырамын деп. Енді менің айтқаныма басқа бір елшінің айтқанына барлығы жұмаққа кетіп қалса, тозақ бос қалады ғой. Сонда Алла өтірікші ма сендерге? Сондықтан дағы жақсы адамдармен бірге жаңағындай шайтани адамдарды қоса жаратқан. Сондықтан дағы маған елшіге қарсы шығып, болмайтын болса дінге қарсы шығып, мен атеистпін, мен анаумын, мен мынаумын деп жүрген адамдардың барлығы тумасынан тозақтық. Оларға еріп, еліктеп, өздеріңнің тағдырларыңды тозаққа түсіріп алмаңдар. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, енді мынау псевдо ғалымдар неше түрлі айтады. Тозақ деген ол сенің өзіңнің жан күйзелісің, тозақ деген сен өзіңнің жаңағы анауың деген секілді. Бұл дүниеде тозақ әзірше жоқ. Мысалы үшін адам өлгеннен кейін кім жанын рухқа байлап әруаққа айналды, ол аспан әлеміне, барзақ әлеміне кетеді. Ал жаңағындай қанішерлердің, жаңағындай залымдардың жаны жер астында. Жер астында от лапылдаған екенін білесіздер ғой, мысалы үшін. Жердің қойнауында, қақылдаған аязда, жердің қойнауында белгілі бір температурада өзін өзі ұстап тұрады. Жер тірі организм. Оның өзінің адам секілді ішкі қуаты бар. Өзін өзі ұстап тұратын жаңағындай. Түсіңіздер ме? Тағы біреулер уағызшылар жүр. Күннен емес, біздің барлық қуаттың бәрін жерден алып, жаңағы өсімдіктің бәрі сонымен өсіп жатыр деп. Немене сонда? Қараңғы погребте ағаш өсіп, алма гүлдеп тұр ма? Не деген топастық? Иә, жердің астында өзінің ядросы бар, онда жаңағындай қызуы бар. Ол мөлшерді жерде тірі жан ретінде жаңағы жерменен айтады ғой, жермен көкке. Алла айтады, мен оларға еріктің, еріксіз түрлерінде маған келіңдер дедім дейді. Сонда жерменен жаңағы күн, жаңағы ай ерікті түрде маған келді дейді. Жарайды, тақырып тозақ туралы ғой. Ал енді сол жаңағы мысалы үшін қияметке шейін жаңағындай қайталап айттым ғой сіздерге. Әруақты жан ол жаңағындай барзақ әлемінде, жаңағындай тозақтық жан ол жаңағы жердің астында болады. Сондықтан дағы оны бір деп қойыңыздар. Әрине
әрине сендерді ең бірінші жауапқа тартатын кім? Періште де емес, әруақ та емес, Алла да емес. Әркімнің ары. Ар деген жаңағы рухы бар, рухы. Мысалы үшін әрбір адамның көкірегінде жаны бар, жүрегінде рухы бар. Сол рухты кейбіреу аяқ асты қылып, жаңағы жынмен қосылып ап, сайран салады өмір бойы. Ал ар деген, ұят деген ол жаңағы жүректегі әруақтың свойствосы, сипаты болғандықтан ол бейшара қамауда болады ар. Бәр бәле мына миларыңмен істейсіңдер. Адам өледі, ми шіріп кетеді. Сол кезде жүректегі ар бәріне ие болады. Сонда ол жаныңды шырылдатып, жаңағы ар баратын жеріңе өзі жетектеп апарып тапсырады. Ол жерде оны жаңағындай сол тозақтың күзетшілері қарсы алады. Ол жаңағы уақытша айттым, временное содержание, временное содержание жердің есімен айтқанда. Ал мәңгілік жаңағындай түрмеге, оны тозаққа, ол айтып тұрмын ғой, ол әлі қыздырылады, ол әлі қиямет күн жақындатылады. Ол басқа жаратылыста екінші әлемде жаңадан күн, жаңадан жер, жаңадан жаратылған кезде болатын нәрсе. Ол уже адам жаны тірілгеннен кейін, қияметте денесі жаңағындай берілгеннен кейін, сол жаңағы жан күйзеліске барып тозақта. Енді ол тозақтың қандай нәрсе екенін ол Құранда тікелей айтылған, оған күмәндарың болмасын. Тозақтың екенін білгілерің келсе Құранды оқып шығыңдар. Енді сенесіңдер, сенбейсіңдер, өзің білесіңдер. Сенсеңдер, значит сендер жұмаққа үміттерің бар. Сенбесеңдер, жаңағы топтың ішіненсіңдер. Тозақ үшін жаратылған топтың ішіненсіңдер. Сендерге ешқандай адам болмайсыңдар. Сөз етпейді. Енді өз обалдарың өздеріңе болады сол кезде. Ендігі жерде тозақтың қалай болатынын, қалай қыздырылатынын оны айтпай уақыттарыңды алмай қояйын. Тозақта ғажап нәрсе, мысалы үшін сіздер білесіздер ме? Адамның терісі өте сезімтал болады. Қазір мен сізді инемен түртіп қалсам, ойбай саласыз. Ал енді пышақпен кесіп, теріні кесіп өткеннен кейін етіңді кесе берейін, сен оны сезбейсің. Өйткені онда нерві жоқ. Барлық нервілерің жаңағы теріде адамның. Сонда Құранда айтады, сол терілеріңді күтіріп, күйіп болғасын қайтаран жаңа тері шығарамыз дейді. Соншама азаптан қорықпайсыңдар, Егер де қазір жаңағы бір не болып қалып жатса, ойбай қашайық, қорқайық дейсіңдер. Ал мәңгілік тозаққа баруға қорықпайсыңдар. Бірақ үмітсіз шайтан дейді, мен сендердің үміттеріңді үзбейін. Тозақ та, жұмақ та уақытша, Алланың қалауынша. Егер Алла басқа бірдеңді қаламаса. Біз ойлағандай, біттен тозаққа барам, жұмаққа барам, соны мәңгі қаламыз деген ол да бос сөз. Алла қаласа бір басқа. Ол уақытта, осы қазіргі жалған дүние өткендей, ол уақытта тағы да Алла өзінің ар жағында жоспары бар. Енді оны сендерге осы келесі дүниені білмей жатып, оның ар жағындағы дүниенің қандай болатынын оны әуре болмай қойыңдар. Қазіргі уақытта осы жер бетінде білім жинаңдар, иман жинаңдар, жақсылықты жинаңдар. Өйткені мен сіздерге айтам, әркімнің жұмағы да, тозағы да өзінің санасына қарай береді. Егер сенің санаңда түк жоқ болатын болса, сен о дүниеге нені қалай аласың? Сенің санаң жоқ. Ал егер сен бұл дүниеде ғалым болсаң, жаңағындай діндар болсаң, сен о дүниеге барғанда нені қалау керек, нені қаламау керек, неше түрлі фантазия жаңағындай қиялдарының барлығы жұмыс істейді. Сол кезде сен жұмақтың да жаңағындай несін, тозақтан құтылуды, жұмақтың жаңағы қаншалықты қызықты болуы, қаншалықты күрделі болуы, қаншалықты жаңағындай не болуы өзіңе байланысты. Өйткені сенің қалауың болады ғой. Қарап отырсаңдар, тозақта сендердің қалауыңда. Сондықтан да тозақтың да бірнеше сатысы бар. Тозақтың да өзі мынау газ жағып көріңдер намасындар, газдың отын. Соның дәл түбіне ұстап көріңдер. Онан кейін жоғары жағында қай жағы ыстық, қай жағы салқындау екен. Температура әртүрлі. Жалынның ішінде бір бөлек, жалынның үстінде бір бөлек, жаңа оттың көзінде жаңағы басқа нәрсе. Тозақтың тоздық сипаты тура сондай. Сондықтан дағы ол Құдай сақтасын. Енді одан Алла бәрімізді аман қылсын. Біздің қазағымыз жұртым аман болсын. Жаңағындай тоз ақ дегенге алданып қалмаңдар. Ол ақ емес, ол қап-қара.
қап-қара күйе боласыңдар. Басқа ештеңе жоқ ол жерде. Сондықтан дағы міне сендерді тозаққа айдаудың неше түрлі амалдары бар. Біреу иллюзия деп жатыр, біреу жаңағындай исламды тастаңдар, я болмаса христианның керегі жоқ. Бәрі бос сөз. Алланың рахымын тілейсіңдер ме? Жұмаққа барғыларың келе ме? Тозақтан құтылғыларың келе ме? Міне сендердің армандарың орындалып, орталарында елші отыр. Енді нені күтіп отырсыңдар? Келмейсіңдер ме? Алланың елшісі сендерді тосып отыр. Мен Бақтыбай ретінде сендерді тосып отырған жоқпын. Алланың елшісі тосып отыр. Келіңдер. Тозақтан құтылыңдар. Жұмаққа асығыңдар.